Лисаков орталық кітапханасы «Асыл қазына» қазақтың ұлттық әдеп-ғұрыптары мен салт-дәстүрлеріне қатысты слайд саяхатын ұсынады. Қазақтарға дәстүрлі қонақжайлық қасиет ежелден тән. Олардың бұл қасиеті көптеген ғасырлар барысында қалыптасқан. Бұл жөнде 19 ғасырдың аяқ кезінде Ресей зерттеушісі Виктор фон Герн былай деп жазған болатын. Жалпы алғанда қазақтар осы уақытқа дейін жылы жүзділігімен, қайырымды ақкөңілділігімен және қонақжайлық қасиетімен таң қалдырады. Мұның өзі олардың сүйегіне ежелден сіңіп кеткен керемет асыл қасиет деген. Қазақтарда Құдай қонақпын деп үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы беру, оған жайлы төсек орын салып қондырып жіберу әдет-ғұрпы ежелден орын алды. Егер үй иесі қонаққа ондай құрмет көрсетудің дәстүрлі әдет-ғұрпынан бас тартса, әлгі бейтаныс жолаушы үй иесінің үстінен биге келіп шағым айтуға құқылы. Ал би қонақжайлық әдет-ғұрпты бұзған үй иесіне ат-шапан айыппұл салатын. Қазақтардың және бір жақсы әдет-ғұрпы ерулік беру. Басқа жақтан жаңадан көшіп келгендерді оның туған туыстары немесе көршілері арнайы дастарханға шақырып, ерулік тамақ беретін болған. Қымыз мұрынды қымыз ашыту маусымының басталуына байланысты әдет-ғұрып. Қымыз мұрындыққа шақырған үй иелеріне ауыл ақсақалдары ақ батасын берген. Дала тұрғындарының дәстүрлі әдет-ғұрыптарының бірі асар. Онда ауыл тұрғындары ешқандай ақы алмастан бірлесе жұмылып, біреудің белгілі бір жұмысын бітіріп береді. Қазақтарда қыстаудан өзге жер меншігінің толық дерлік жоқ болуы себепті көшіп қонып жүру үшін уақытша қоныс таңдау әдет-ғұрпы кеңінен таралған. Егер жаңа қонысқа әртүрлі ауылдардың өкілдері бір мезгілде келе қалса, онда жер дауы мынадай тәртіппен шешілетін. Сұлтанмен қатардағы қазақ дауласа, сұлтан жеңіп шығатын. Би мен старшын дауласа, старшынның мерейі үстем болатын. Ал егер би мен қатардағы қазақ дауласа, бидің талабы орындалатын. Сөз болып отырған кезеңде қазақтарда отбасы мен некеге қатысты сонау ежелден келе жатқан бірегей әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлері болатын. Дүниеге келген жас нәрестеге оның құлағына азан шақырып ат қойылатын. Жасы үлкен туыстардың бірі Құраннан аят оқып, нәрестенің атын оның құлағына 3 рет қайталап дауыстайтын. Ер бала 3, 5 немесе 7 жасқа толғанда оны сүндетке отырғызу рәсімі өткізілетін. Сүндет тойына қонақтар шақырылатын, ат шаптырылып, спорт сайыстары өткізілетін. Дала тұрғындары бір-біріне қуанышты хабар жеткізгенде сүйінші сұрайтын әдет-ғұрыпта болған. Қуанышты хабар жеткізген адамға жақсы сыйлық берілетін. Саят құру кезінде жас аңшы бағалы олжасын өзімен бірге аңға шыққан адамдардың жасы үлкен ақсақалына байлайтын. Ол мұны дәстүр бойынша өз еркімен жасаған. Қазақтарда бата беру әдет-ғұрпы кеңінен етек алды. Ол әрбір іске кірісер алдында міндетті болып саналатын. Бата поэтикалық тілмен жалпы жұртқа қарап беріледі. Онда бата беруші адам өзгелерге ізгі жақсылық табыс тілейді. Батаны жасы үлкен адам немесе жолы үлкен қонақ беруі тиіс. Қазақтар бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Қазақтың дәстүрлі тәрбиелік үлгі өнегелері ұрпақтан ұрпаққа ауысып отырады. Ежелгі заманнан бастап 14-15 ғасырларда қазақ хандығы құрылғанға дейін қазақтар саны алуан халық даналығын жинай. Олар кейін дәстүрлер мен салттарға айналады. Бұл төл әрекеттер ғасырлар бойы уақыттың тезінен өтіп, тәлім-тәрбиенің бір үлгісіне ұласты. Ол ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа беріліп, ақыр соңында мәдениеттің алып табағынан келіп орын алады. Бұл әрекет шексіз шетсіз дала халқының өміріне ғана емес, сонымен қатар тұтас халықтың тарихына және оны өзге халықтардың қабылдау мәнеріне әсер етті.
Бұл мәселеге келгенде барлық зерттеушілердің ойы бір жерден шығады. Соның ішінде филология ғылымдарының кандидаты Қайрат Жаңабаев та бар. Көптеген Еуропа және шығыс отырықшы өркениеттерден, яғни қала мәдениеттерінің ерекшелігі көшпенді мәдениет үнемі дәстүрмен біте қайнасып келді. Дәл осы дәстүрлер дала ілімі болып табылады. Ежелгі мыңжылдық, сан мыңжылдық аңыздар, мифтер, хикаяттар, әпсаналардың бәрі де киелі кодтар болған. Олар қазіргі Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және өзге де көптеген Азия елдерінің территориясында өмір сүрген ежелгі адамдардың мәдениеті жаңадан туа бастаған кезден бастау алады. Бұл әдет-ғұрыптардың көбі бір-біріне ұқсайды. Мысалы, ұлттық тағамдарында, ойындарында, спорттық сайыстарында, тіпті шаруашылық жүргізушілерінің өзінде көптеген ұқсастық бар.